Егер сіз YouTube каналды енді ашқан болсаңыз, немесе ашу ойыңызда жүрсе, онда сізге үлкен мүмкіндік туды. Себебі YouTube өзінің алгоритмдерін кішкене өзгертіп, жаңадан қосылып жатқан авторларына, яғни сіз секілді жаңадан канал ашып жатқан адамдарға көмектеспекші. Ал сонда YouTube бізге қалай көмектесіп жатыр дейтін болсаңыз, былай: сіз жаңадан ашылған каналсыз, каналыңызға жаңа видеоларды жүктеп жатсыз. Қай нишаны таңдадыңыз, сол нишаны қандай көрермендер жиі көреді, сол көрермендерге сіздің видеоларыңыз ұсынылатын болады. Ол баяғыдан бар нәрсе дейтін болсаңыздар, жоқ, бұл жерде бір кішкене тонкость бар. Мысал ретінде түсіндірейін. Сіз ОБТ саласының экспертісіз, ОБТ-ға байланысты видеоларды жүктейсіз және жаңадан ашылған каналсыз. Сіздің видеоларыңыз 100 000 подписчигі бар каналмен бірге бір деңгейде тұру мүмкін. Себебі YouTube'тың алгоритмі каналдың деңгейіне емес, көрермендердің қызығушылығына байланысты видеоларды ұсынатын болады. Яғни сіздің каналыңызда 10 подписчик, бірақ соған қарамастан 100 000 подписчик бар каналмен бірге ОБТ-ны көп көретін, мысалға математика болсын, тарих деп іздейтін оқушыларға сіздің видеоңызда бірге ұсынылып тұрады. Ал енді былай түсіндіріп көрейін, біз бұны ойлайтын едік қой, что подписчиктері көп каналдармен біз конкуренцияға түсе алмаймыз, ол нишаны таңдай алмаймыз деген сияқты. Ал қазір енді ол олай емес. Мысалға сіз подкаст көретін болсаңыз, сіз көптеген подкасттарды көріп жүресіз, бірақ сізге уақыт өте келе белгісіз бір танымайтын адамдардың подкасттары шығып бастайды. Неге? Себебі дәл осы YouTube'тың ол алгоритмі жаңадан ашылған каналдарға сіздің қызығушылығыңызға байланысты сізге жаңа видеоны рекомендацияға ұсынып жатыр. Көпшілік адам қате ойлайды: менің каналымда подписчик аз болса, мені ешкім көрмейді, каналым дамымайды деп. Бірақ негізінде ол олай емес. YouTube'қа сіздің кім екеніңіз қызық емес. Оған қызық нәрсе сіздің YouTube'қа жүктеген видеоңыз. Нақтырақ айтсақ, жүктеген видеоңызбен көрермендер не істейді? Оған лүпіл басама, немесе комментарий жазама, ол видеоны толық көрема деген сияқты, басқаларға ұсынама деген сияқты осындай әрекеттерді қадағалайды. Егер дәл сол әрекеттер орындалған болса, сіздің видеоларыңызды басқа да көрермендерге ұсынатын болады. Енді бұл жердегі маңызды нәрсе ол сіздің таңдаған ниша мен аудитория. Сіздің каналыңыз барлығына арналған канал болмау керек. Бір ғана сала, бір ғана нишаны таңдадыңыз, сол бойынша кетесіз. Мысалға, ОБТ саласында математикадан мына есепті қалай шешеміз? ОБТ-дан 80 балдан 120 балаға қалай өсуге болады деген сияқты тақырыптарды таңдап, сол бойынша түсіресіз. Оған әкеліп кулинарияны қосып, креветки мен томьямды қалай жасаймыз деген сияқты тақырыптарды араластырмайсыз. Дәл солай өзіңіздің аудиторияңызға пайдалы контентті түсіре отырып, YouTube-тың көмегімен өзіңізге жаңа подписчиктерді жинайсыз. Ал енді ең маңыздысы ол YouTube каналды ашу және де оны жүргізу. Өзіңіз сияқты жаңадан бастап жатқан авторларда көптеген қателіктер болуы мүмкін. Біріншісі, прям важное, ол идеал болмаймыз. Алғашқы 10 видеоңызды простой етіп түсіріп көріңіз. Ең бастысы бұл жерде бастау. Көптеген адамдар осы бастау кезінен әрі қарай өте алмай қалады. Каналын ашқанмен ашты, мейлі, бірақ та видео жоқ. Неге? Себебі өте қатты идеализировать етіп жібереді өзін. Мысалға, мен дәл қазір сіздерге осылай әдемі болып көрініп отыруы мүмкін, бірақ та менің бұтымда шалбар емес, шортик тұрған ешкім білмейді. Дәл солай сізге қымбат камерада, петличкада керек емес, телефонмен түсіре беріңіз. Екінші қателік, YouTube'та тек ұзақ видеолы болады деп ойлау. Ең алғашқы видеоларыңыз 4 минуттан 8 минуттан бола берсін. Себебі сіз 30 минуттық, 20 минуттық видеолар түсірем деп бүкіл энергияңызды құртқанша, өзіңіздің ойыңызды жүйелі түрде көрерменді ұстап тұратындай қызықты етіп 4 минуттық бір видео түсіріңіз. Бұл жердегі ең бастысы адамға әкелетін пайда және де ол адамды өзіңізде ұстап қалу. Үшіншісі өте қысқа, бірақ өте маңызды, ол өзіңіздің видеоңыздың атауы мен превьюна мән бермеу. Сіз қаншалықты видеоның ішінде күшті контент түсіріңіз, прям пайдалы түсіріңіз, бірақ ол видеоға көрермен баспай өтіп кететін болса, ол видеоңызды ешкім көрмейді. Сондықтан да видеоны жүктер кезде оны кликабельный етіп, керемет ат ойлап тауып, оған жақсы превью жасаңыз. Дәл осындай элементарный қателер жібермесеңіздер, YouTube-та сіздерге өсуге үлкен мүмкіндік туып тұр. YouTube-та өсетіндер дәл қазір бастағандар. Сондықтан да ешқандай да идеал болмай, қымбат камераны күтпей бастау керек.
Все, егер де сіздерді дәл осындай тақырыптар қызықтырса, қалай канал ашам, қалай жүргізем монетизация деген сияқты менің каналымда бүкіл ақпарат тұр. Каналыма өтіп, толық танысып, маған тіркеліп, лайк басып, қолдап кетіңіздер. Ал енді тағы былай өзімізбен сіздерге шынымен де сәттілік тілеймін. Мына видеоны көргеннен кейін каналда ашып кетуге, видеоны сразу салып кетуге тырысыңыздар, потому что бұл сіздерге как мотивация ретінде, бірақ мотивация ол осылай адамды бүйтіп дофаминмен ұшырады да, істемесеңіздер сол моментінде қайттан құлайсыздар. Сондықтан да мотивацияны алғаннан кейін сразу жұмыс істеп кетуге тырысу керек. Мысалға менің өзім каналыма тағы да бір жаңа нәрселерді қосқым келеді. Осындай мотивация, дисциплина тақырыптарын болашақта видеоларымда қосып айтатын боламын.